Қыздареке, қазір біздер ассорти компот жабатын боламыз. Компотты өте оңай, тез, жаңағы көп мидаштырмайтын компотты соны жасайтын боламыз. Алып кеттік. Бірінші мынандай қара өрігімізді саламыз. Алтау саламыз. Бәріне алтаудан салып шығамын. Осылай санап салсаңыздар өздеріңізге жақсы. Қара өрікті не үшін салып жатырмын? Мына компот қып-қызыл болу үшін салып жатырмын. Қара өрік кетті. Енді мына өріктен саламыз. Бұдан да алтау-алтаудан салайық. Осылай санап салсаңыздар өздеріңізге жақсы. Салдым, енді мынадан саламыз. Бұл жерге алма, мысалы, не салсаңыздар да өз еркілеріңізде өздеріңіз білесіздер. Егер мынаны жоқ құрсын, мынандай қою керек емес десеңіздер, төртеуден, үшеуден салсаңыздар да болады. Бірақ қара өрікті көптеу салғандарыңыз дұрыс. Неге десеңіздер, қара өрік жаңағыдай мынаны қып-қызыл қылып түр беретін сол бұған. Енді бұған біздер лимонды тазалап қойдым, қараңыздар. Екі жағын кесіп, мынандай дәнегін бәрін алып тастап, алып мынандай үш кусоктан осылай саламыз. Менде мынау 200 граммдық стакан бокал. Осы 200 граммдық бокалмен барлығына жаңағыдай бір бокалдан секір салып шығамын. Сосын мен айтқым келіп тұрғаны оңай деп, қазір осыны салып, жауып, сразу төңкеріп тастаймыз, орап. Бұл жерде сироп қайнатып, тағы бірдеңе жасап, миларыңызды ашытып жүрмейсіздер. Өте оңай, әрі тез деп тұрғаным сол. Бұны жаңағыдай не ғой? Бұны жапқанда, тура мен айтқандай ғып жасайтын болсаңыздар, атылмайды банкіңіз. Бәріне бір бокалдан салып шығам. Қатты тәтті болып кетпей ма дейтіндер, тәтті болмайды. Қазіргі секердің де көп өзі несі жоқ қой манағыдай құнары. Одан қалса, қатты тәтті болып баратса, кішкене қайнаған су араластырып жіберіп ішуге болады. Бұның жаңағыдай сиропын бөлек қайнатып, анаусын бөлек қылып жүрмейсіздер. Тек барлығы бір мезетте тез дайын болады. Мен қазір чайниктерге су құйып қойып, қайнатып, сақырлатып, қайнатасыздар, соны сөйтесіздер дағыны аузын жауып тастай бересіздер. Осы секер жеткілікті. Енді осыған қазір қайнаған су қосып, крышкасын жабатын боламыз. Алып кеттік. Мына қыздар, чтобы банка сынып қалады дейтін болсаңыздар, мынандай темір нені ұстап алып қасықты. Бүйтіп жақындатып тұрасыздар да құя бересіздер. Дым қорықпаңыздар, мынау темірді жақындатып тұрғаннан кейін банка ешқандай да сынбайды. Осылай жауып, крышкасын жауып тастай береміз. Аузын жауып болғаннан кейін мына секерін обязательно былай ертіп аласыңдар қыздар. Асты жағы кішкене салқындау, сол үшін мына жағын ыстық немен ұстап, кәдімгідей осылай не істеп, апарып төңкере береміз. Міне, көрдіңіздер ма? Мынаны да солай ертіп қойдым, қараңыздар. Міне, секерін. И осылай қазір апарып төңкерем. Жүріңіздер, қалай төңкеретін көрсетем. Міне, обязательно астына секер қалдырмаңыздар. Осылай. Бірінші дастархан, сосын мынандай қалың плед болу керек, обязательно қыздар, чтобы мынаның ауасын ішіндегі шығармайтын, ыстығын шығармайтындай осындай болу керек. Сосын мына секерін обязательно осылай ертіп алыңыздар. Көрдіңіздер ма? Кеттік ана, бесеуін бәрін жауып бірден орап тастайық. Міне қараңыздар. Просто былай қоясыздар да, и былай қарай бұрайсыздар. 2, 3, 4, мына соңғысы. Міне, көрдіңіздер ма? Енді бұны былай алып, екінші рет мынау жабылды уже.
бірақ сонда да екінші рет жаңадегі не істеу үшін екінші рет тағы осылай жаба салыңыздар. Зиян жоқ. Міне, көрдіңіздер ма? Оп-оңай, тез. Міне. Мына обязательно осылай ертіп, сосын барып апарып орайтын боламыз.